Қарашолы Бәйдібек 6-7 ғасырларда Жетісу алабындағы көшпелі тайпалардың көсемі. Ақыл парасатымен, ерлік істерімен елге ұйытқы болған тарихи тұлға. Ел ішіндегі қария сөздер далалық ауызша тарихнама бойынша ұлы жүздің үйсін бірлестігінің құрамындағы Албан, Суан, Дулат, Сарүйсін, Шапырашты, Ысты, Ошақты тайпалары Бәйдібекті өздерінің түп атасы деп біледі. Бәйдібектің әкесі Қараша туралы, Бәйдібектің ұрпағы Майхиби туралы Қытай жылнамаларында, Мұхаммед Қайдар Дулати еңбегінде деректер кездеседі. Бәйдібек жалпақ жатқан Жетісуды, Арыс өзенінің шұрайлы алқаптарын, Қаратау мен Ташкент алабын қоныс етіп, ондағы ұру тайпалардың бас біріктіруіне, ел болып үйісуына ықпал еткен. Бәйдібек үш некелі болыпты. Бірінші әйелі Сары Бәйбішеден Байтоқты есімді бала туып, одан Түргеш, Сарүйсін өрбеген. Екінші әйелі Зеріптен Жалманбет туады, одан Шапырашты, Ошақты, Ысты өрбеген. Үшінші әйелі есімі Иісі қазаққа мәшһүр әулие Домалағана. Бұл кісінің нағыз есімі Нұрила. Домалағанадан Тілеуберді туады. Тілеуберді ел аузында Жарықшақ атанып, Жарықшақтан Албан, Суан, Дулат өрбейді. Бұл аталардың бәрі де іргелі ұру тайпаларға ұласып, қазақ халқының ел болып ұйысуына тікелей араласқан. Бәйдібектің Сары Бәйбішесінен туған Байтоқтыдан басқа 6 бірдей ұлы соғыста қаза тауып, Қаратаудың шығысындағы Қошқарата өзенінің бойына жерленген. Күні бүгінге дейін бұл жер 6 Сары басы деп аталады. Бәйдібектің өзінің сүйегі Балабөген өзенінің жағасында жерленген. Басына көрнекті кесене тұрғызылған. Қазір оңтүстік Қазақстан облысындағы бір аудан Бәйдібек есімімен аталады. Бәйдібектің өмір сүрген заманы Еуразияның ұлы даласын қоныс еткен желдей еркін көшпелі тайпалардың арасында этникалық тұтастану үрдісі қызу қарқынмен жүріп, мемлекеттің іргетасы қаланып, тарих сахнасына әйгілі түрік қағанатының шыққан кезі. Шығысында Сарыөзен, батысында Темір қақпаға дейін қанат шайған алып қағанат өз кезегінде төңірегіндегі Қытай, Парсы, Үнді, Ұрым сияқты империялар мен патшалықтарға ықпалын жүргізе бастаған. Ең бастысы, түркі жұртының шаруашылық мәдени типі сараланып, өзіндік төлтума өркениеті қалыптасып, енді түркі тектес ұлттар өз қоныс тұрағы мен өзіндік тілі мен ділі мен тұлға таныта бастаған. Міне осындай аса күрделі тарихи кезеңде Бәйдібек ақыл парасатымен де, ерлік істерімен де ұлттың ұйысуына, елдің бас біріктіруіне, сөйтіп қазақ даласындағы ұру тайпалардың этникалық тұтастануына мұрындық болған тарихи тұлға. Бәйдібек Домалағана кешендеріне 2000-2001 жылдары жүргізілген қазба жұмыстары тарихи тұлғалардың қоғамда алар орнына, өмір сүрген заманына қатысты толымды дерек, мағлұматтар беріп отыр. Солардың ішінде 6-7 ғасырда шығарылған тиын теңгелер. Бәйдібек пен оның жұбайы Домалағананың өмір сүрген заманына, олардың әлеуметтік статусына елеулі айғақ ретінде ден қойдырады. Халық жады арқылы атадан балаға жалғасып жеткен қария сөздер Бәйдібектің ел қамы, халық тағдырына қатысты істерге ұйытқы болып, көреген көсемдігі мен жұртқа ықпал еткен тарихи тұлға екенін танытады.